Ал қыздар, енді жүрек тортын дайындайтын боламыз. Шоколадымызды, сары майымызды және шекерімізді су буында ертіп аламыз. Міне ертіп алдық қыздар. Енді осыны миксердің ыдысына құйып, қалған заттарымызды салып, араластыратын боламыз. Ыстық қайнаған суымызбен кофемізді араластырып, құйып жібереміз. Осының үстінен сүтімізді және пісте майымызды құйып, тағы бір араластырып аламыз. Миксерімізді айналдыра тұра, жұмыртқамызды жай бір-бірлеп салып шығамыз. Өйткені пісіп қалмау үшін бәрі бірден салсақ, енді үстінен ұнымызды, растворителімізді және какаомызды араластырып жақсылап міне бізде біркелкі араласты. Осындай сұйықтық болады. Енді формамызға құятын боламыз. Формамыздың диаметрі 30 сантиметр. Кальциясымыздың диаметрі 30. Әсел пешке пісіріп жатырмын. Қызып тұрған пеште пісіреміз. Бұл кальциядан енді шетіне ағады. Өйткені сіздерге кеңес беремін. Асты қысып тұратын кальция бар ғой, арнайы. Сондай қолданыңыздар. Енді жүрек тортымызды ұстап тұратын астыңғы бөлігін пенопласт арқылы дайындайтын боламыз. Осы үш бұрыштыны кесіп аламыз. Осындай арнайы пышақтың көмегімен. Екінші бөлігінде кесіп аламыз. Өйткені мына бір бөлігі жарамайды. Кез келген пенопласт қолдансаңыздар болады. Главный бисквиттің көлеміне турлайсыздар ғой осыны. Бисквиттеріңіз қалай көтерілді солай. Енді ыстық желімнің көмегімен жабыстырып аламыз. Ыстық желімдеріңіз қаттысып кетпеу керек, өйткені пенопласт еріп кетеді қыздар. Енді бізге кардон қажет. Осылай кардонның үстіне қойып, бетін 4 бұрышты етіп өлшеп кесіп аламыз.
Бұны да клейлейтін боламыз ыстық желімнің көмегімен. Осылай түзулейміз, тура болмаса. Артық жерлерін кесіп тастап жатырмын. Енді ортасын осындай дрель дей ма, осының көмегімен тесіп аламыз, абайлап. Өйткені темір тұрады, енді подставкамызды құрастыратын боламыз. Астыңғы бөлігін күлішпен қатырамыз. Міндетті түрде күлішпен қатырамыз, қыздар, қолмен емес, өйткені торт жылжып кетеді. Енді пенопластымызды кигіземіз ақырындап. Енді үстінен шайбамызды, болтымызды салып, бұны да күліштің көмегімен қатырамыз. Қысып тұрып, міне салып алдым, енді күлішпен қатырамын. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Шоколадымызды микроволновкада ерітіп алдым. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды салып, ерітіп аламыз. Менде кішкене ермей қалды. Сол себепті қайттан микроволновкаға салып, ерітіп алдым. Міне осындай сұйықтық болады. Енді осыны суытып аламыз. Суыған соң барып миксерлейтін боламыз. Міне бізде осындай түс беру керек, ганашымыз дайын болу үшін. Енді біздің ганашымыз дайын. Тортымыз пісті. Менде кішкене көтерілмей қалды, негізі жан-жағына шығып кетіп. Сол себепті ондай кальций емес, андай асты үсті қосылып тұратыншы сондай кальций қолдануларыңызды кеңес беремін. Сонда төгіл шетіне шықпай әдемі көтеріліп пісетін болады. Сондай жүрек торт алдын ала сызып алыңыздар. 30-дық диаметрге туырлап. Осылай кесіп аламыз. Енді жаңағы астыңғы бөлігін алып тастаймыз, үшбұрышты. Темірімізді фольгамен орап, тортымызды осыған кигізетін боламыз. Енді ганашымызды полный жағып қаптайтын боламыз.
Осылай бір сыпыра жағып алып, холодильникке салып 10 минутқа қатырып аламыз. Сосын барып екінші слойды жағатын боламыз. Міне қатырып алдым, енді екінші слойды жағамыз. Егер ганаштарыңыз қатып қалған жағдайда ыдыстағы ганаш кішкене су буында ертіп алсаңыздар болады. Астыңғы бөлігін сосын араластырып жіберсеңіздер сұйық жағуға ыңғайлы болады. Осындай пленканың көмегімен тегістеп жатырмын. Бұл пленка тортты жинайтын пленка. Аты есімнен шығып тұр қазір. Сол пленкамен кішкене қырқып алып осылай тегістеп жатырмын. Тегістеуге өте ыңғайлы. Тортымызды холодильникке жібереміз. Енді мастикамызды жайып аламыз. Мастикамызды жайып алдым. Арасына кішкене крахмал септім. Ораған кезде жабыс қалмау үшін. Енді ақырындап тортымыздың сыртын қаптаймыз. Авалетті мастикасын қолдануға кеңес беремін. Өйткені мен мына жерде пакнарды қолданған едім, өте нашар екен. Сыртын қаптауға авалеттаны қолданыңыздар. Өте ыңғайлы, созсаңыздар да созылады, жыртылмайды. Ал менде мына жерде пакнар болғаннан кейін сапасы жақсы емес екен, жыртылып кетті артқы бөлігі. Тегістегіштің көмегімен барлық жерін тегістеп, ауаларын шығарып осылай әдемілеп. Енді тортымыздың сыртын қызыл краскамен боятын боламыз. Красканы спиртке араластырып алдым. Егер қызыл бұлай боямайын десеңіздер, қызыл мастикамен қаптасаңыздар болады.
Тортымызға жазу жазайын деп жатырмын. Осындай алфавиттің көмегімен кондитерлік дүкендерде сатады. Енді жазуын кондуринмен бояйын деп жатырмын. Кондуринді спиртке араластырып алдым. Жазуды кондуринмен жазып жатырмын. Кондуринмен спиртті араластырып алдым. Сұйық болып кетпеу керек, қоюлау қылып жағамыз, өйткені ағып кетеді. Міне қыздар, біздің тортымыз дайын.